Bolalar kinostudiyasi. Суицид қоғам дерті. Қазір қоғамда белең алып бара жатқан өзекті мәселелердің бірі. Жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау мәселесі қазір өршіп тұр. 7 жылғы есепке сүйенсек, некені әртүрлі себептермен бұзу, соның ішінде жастар арасындағы ажырасу өршіп тұр. Түрлі себептерді Hoş geldiniz. Егер рұқсат болса, Әрине, Ағыбай барман, дәл өзі. Sizge kofe, çay? жоқ рахмет. Мән бермей қойыңыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бұл үйде сіздерден басқа, Менің мамам бар. қателеспесем, мені шақырған сіздің мамаңыз болар. Иә, дәл солай. Ал ендеше бастайық, айта беріңіз. Менің Арманмен бірге тұрғым келмейді. Осы уақытқа дейін біз бір-бірімізді ешқашанда түсінген емеспіз. Тіпті жұлдызымыз қарсы десем де болады. Бұл жайлы менің ата-анам білмейді. Білмей-ақ та қойсын, қорықпай-ақ қой, білетін болады. Психолог мырза, не істесем болады? Тіпті басым қатып кетті. Үйленгендеріңе неше уақыт болды? 1 жыл. 1 жыл. 1 жыл. Құттықтаймын. Құттықтамай-ақ қойсаңыз да болады. Себебі біз сол уақыттың ішінде бір-бірімізді ешқашанда түсіне алған жоқпыз. Тіпті ол мені түсінгісі келмейді, немесе мен оны түсінгім келмейді. Біз бір-біріміз үшін жаралмаған жанбыз. Көбінесе ұрыстың сылтауы неден шығады? Болмашы нәрселерге бола негізі. Мысалға, Соңғы жанжал телевизордың пультінен шықты. толығырақ айтшы. Енді үйдің еркегі болғаннан кейін болады да енді. Телевизор көргім келді. Телевизордың пультін таппай қалдым. Айшадан сұрап едім, маған бірден дауыс көтере жөнелді. Ол мені мазақ етіп отыр екен деп ойладым. Осы рас па, Айша? Өзіңіз ойлап қараңызшы, күнделікті бір орында тұрған пульт аяқ астынан қайда кетіп қалады? Мен таппағаннан кейін сұрадым сенен. Міне, Анаңызға айтыңызшы. Баланы әпкесін. неге? Баланы әпкесін айтарым бар. Айтқанда, ол әлі кішкентай бала ғой, аға. Оған айтатынды біз екеумізге айта берсеңіз болмайды. Бәрібір емес пе? Сендерге айтқан не? Балаға айтқан не? Қайда айтсам да бәрібір балаға айтқандай болып отырмын ғой. Түсінбедім. Жасап атқандарың болмашы баланың тірлігі. Жанжалдың түбі баланың сылтауы. Мен сонда кімге айтуым керек?
Анау жатқан 10 айлық балаға ма? Жоқ әлде баланың сөзін сөйлеген мынау ата анаға ма? Сендер секілді көп жастар ажырасып жатыр. Бәрі де ойлайды, ақшаның тапшылығынан, материалдық жағдайдың төмендігінен деп. Жоқ, олай емес, тіпті де олай емес. Ажырасып жатқан қаншама бай отбасыларын білем, Арман. Соларға ақша жетпейді дейсің бе? Бұндағы басты мәселе ақшада емес. Рухани жетіспеушілікте, моральдық тапшылықта. Айша ханым. Иә. Сен өзі үйдің нешінші перзентсің? Кенжесімін аға. Ал Арман сенші? Мен де кенжесім. Мені? Құрметті сәбилер. Бір үйдің еркелеп өскен құлыншақтары. Еркелеп өскен адамда әрине ұрыс болады. Енді не істеуіміз керекпіз? Менің айтарым, сендердің біріншіден есейгендеріңді сезінулерің керек. Міне шешім. Есейіңдер. Анау шырылдап жатқан бейкүнәнің не күнәсі бар? Айтыңдаршы, не күнәсі бар оның? Жақсы. Отбасы болыңдар. Сендерсіз де жаман отбасы көбейіп барады. Айша. Ау апа, бала көнбей жатыр. Сау болыңыз.